Одан кейінгі нешіншісі? Төртке келдік па? وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Одан кейін төртінші құтылған қауымдар дейді Алла Субхана Тағала, мына әуретті жерлерін сақтап жүргендер құтылды дейді. Яғни бұның тәпсірінде ғұлама айтқан, яғни зинадан сақтанып жүрген адамдар деген, және қыз балалар әурет жерлерін жауып жүрген адамдар деп айтқан. Бауырлар, зина деген өте үлкен күнә, Алла сақтасын. Күнәлар бөлінеді, үлкен күнә, кіші күнә болып. Сол Аллаға серік қосудан кейінгі екінші орындағы күнә зина мәселесі. Өте үлкен күнә. Мына қара көздерімізге ие болайық, бауырлар, қарындастарымыздың етегін ашып күнә істесе, ертең Құдай сақтасын, Алланың алдында сол қыздың сондайға барғанына әкесі жауап береді, ағасы жауап береді, және балиғатқа толған інісі жауап береді. 3 адам. Егер ол қыз бала некесі қиылып тұрмысқа шыққаннан кейін ол аманат күйеу балаға өтеді, одан кейін кім жауап береді оған? Жаңа 3-еуі құтылды. Олар аманатты сақтап, абыройын төкпей қызға қарады, қызды ұзатты, енді ол жауапкершілік кімге кетті? Күйеуге кетті. Құрметті бауырлар, біздің дінімізде, сол шариғатымызда әйел адамдарды қызғану деген нәрсе бар. Бірақ орнымен болсын, жолымен болсын, жөнімен болсын. Қызғану керек екенде жатып алып қызғана беру ондай басқа нәрсе ол. Өзінің орнымен болса, соны шариғатымыз құптаған. Пайғамбар айтқан, әйелдеріңізді қызғанасыздар ғой, мен сіздерден де қатты қызғанамын деп айтқан Расул алейхиссалам. Әйелдерін. Міне бауырларымыз қазір байқап келе жатыр, ақырындап төселіп келе жатыр. Қонаққа барған кезде бауырлар барынша әйелдерімізді көлеміңдетіп көрсетпеңіздер еркектерге. Қызғану керек. Еркектер өзіміз қызмет қылыңыздар. Анаяқтан ол кісілер дайындап бере берсін, сіз соны тасып қызмет қылыңыздар. Өзгерейік бауырлар, жаңғырайық. Барынша мүмкіншілік болып жатса, қонақ шақырған кезде әйел кісілер бөлек бөлмеде отырсын өздері, ер адамдар бөлек отыру керек. Сол кезде ғана бауырлар шариғатқа сай орындадыңыз, иншалла сізде бәрі жақсы болады. Міне соны көріп өскен қыздарымызда ертең ұятты болып өсе бастайды, оларда етек басын жинап жүретін болады. Сол арқылы иншалла әйел бала шағамызда ертең құтылған қауымдардан болады иншалла. Оның басында сізбен біз тұрамыз. Солардың әуретін ашқызбай, оған қадағалап жүргеніміз үшін. Төртінші кімдерді құтылды деді Алла Субхана Тағала? Әурет жерлерін сақтап, зинаға бармастан, қылмысқа бармай жүрген адамдар құтылды дейді. Илля аля азважихим ау ма малакат айманухум фа иннахум гайру малумин. Ал мынау әйелдерің күн қыздар, қазір күнімізде күн қыз жоқ, іздемей қойыңдар оны. Бір жамағаттар іздеп жатыр, қазір күнде күн бар ма дейді. Күн деген жоқ қазір. Қазір елдің бәрінің қолында көк паспорты бар. Азамат, азаматшалары бәрі. Күн деген, құл деген жоқ қазір. Бірақ әуел кезеңдерде ондай күн қыздар болған. Алла Тағала соны айтты, әйелдерің күн қыздарың оған кірмейді деді. Яғни әйелдері күйеуінің алдындағы, өзіне ыңғайлы киімде жүрулері ол күнә емес деді. Бөгде еркектердің алдында әуретін ашпасын деді. Ал үйде күйеуінің алдында жүрген кезде өзіне қандай киіну ұнайтын болса, сол көріністе жүре беруге болады деп айтты. Ал содан шектен шығушылар, яғни әйелінің үйінде де, көшеде де, басқа жерде де осындағы мән бермейтіндер, шектен шығушылар солар деді. Маруа компаниясы. Бізбен бірге болыңыздар. Қажыларға жасалған қызмет біз үшін мәртебелі құрмет.